Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қызылшадан және сәбізден осындай рулет дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен қажет зат қызылша. 250 грамм қызылша осылай майда тверкадан өткізіп аламыз. Оған ақ уызы мен сары уызын ажыратып, тек сарысын қосып, қызылшамызға 3 жұмыртқаны осылай бөліп аламыз. Сарысын жақсылап араластырып аламыз. Ақ уызымызға сарысы араласып кетпеуі қажет. Және жүгері крахмал, яғни кукурузный крахмал 1 ас қасық немесе мөлшермен 40 граммдай қосуымыз қажет. Енді 1 ас қасық сұйық май қосамыз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Жарты шай қасық тұз қосамыз. Тұзымыз көп болып кетпеуі қажет. Және 40 грамм ұн қосамыз. Осылай барлығы жақсылап араластырып аламыз. Енді жұмыртқамыздың ақ уызын миксерлеп аламыз. Қатқанша миксерлеп аламыз. Қараңыздар. Осылай қатуы қажет. Осыны бөліп салып, жақсылап араластырып аламыз. Осында біркелкі болу қажет. Енді пергамент қағазымыз ыдысымызға салып, яғни пергамент қағазда сәл семсіздік болса, бетін майлап аламыз. Жабысып қалады деген семсіздіктеріңіз болса, осылай салып, бір текст қылып бетіне жаямыз қызылшамызды. Қызылшамызды суытып аламыз. 180 градуста 15-20 минутта піседі. Дайын қызылшамызды осылай суытып, суыған соң осындай пищевой пленка төсеп, бетіне осылай аударып аламыз. Қызылшамыз дайын. Енді бетіне жағатын салмасын дайындаймыз. Бізге қажеттісі 300 грамм творожный сыр қажет. Және бір азғана мөлшерде, көп болу қажет емес, укроп. Аскөгімізді осылай ұсақтап бөліп араластырамыз. Осылай бір тегіс қылып бетіне жағып шығамыз. Енді пищевой пленканың көмегімен осылай рулетімізді орайтын боламыз. Қараңыздар. Дәл осылай орап шығамыз. Ең шеткісін астына қалдырамыз. Сөйтіп холодильникке 4 сағатқа немесе 1 түнге қалдырып қоямыз. Енді сәбізімізді дайындаймыз. 600 грамм сәбіз.
Майда тверкадан осылай өткізіп аламыз. Бес 6 ас қасық сұйық май қойып, осылай газға дайын сәбізімізді тверкадан өткен майға қуырып, сәл бетін жауып бұқтырып аламыз. Бес 6 қасық сұйық май және 1 шай қасық сливочный май қостым. Осылай қуырып аламыз жақсылап. Сәл қуырғаннан кейін бетін жауып бұқтырып аламыз. Бұны бұқтырылған сәбізімізді алып, енді жарты шай қасық тұз саламыз және 5 жұмыртқаның ақ уызынан сары уызын ажыратып, тек сары уызын салып араластырып аламыз. Ақ уызын бөлек миксерлеп аламыз. Сарысын осылай араластырып аламыз. Және 1 чайный ложка бұрыш саламыз. Ақ уызымызды миксерлеп, осылай қатқанша миксерлеп аламыз. Осыны бөліп салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз ақ уызымызды. Барлығы жақсы араласты. Енді осыны пергамент қағазға саламыз. Жаңағыдай пергамент қағазыңызда сәл күдігіңіз болса, жабысып қалады деген, бетін сливочный сұйық маймен кішкене жағып майлап алсаңыздар болады. Бетін бір тегіс қылып осылай жағып шығамыз. Рулетіміз бір тегіс болып шығады сол кезде. Осындай лопатаның көмегімен арнайы бір тегіс қылып жағып аламыз. 180 градусқа 15-20 минутқа духовкамызға саламыз. Қызып тұрған духовкаға салу қажет. Соны ұмытпаңыздар. Міне дайын. Енді қызып тұрған духовкамызға 15-20 минутқа 180 градусқа саламыз. Және бұны да духовкадан алған соң суытып аламыз. Содан кейін пищевой пленкамызды төсеп, бетіне осылай аударып тастаймыз. Қағазымызды алып, бетіне салмасын дайындаймыз. Дәл қызылшадағыдай 300 грамм творожный сыр және кішкене азғана ас көк укропымызды осылай ұсақтап турап аламыз.
екеуін жақсылап араластырып бетіне бір тегіс қылып жағып шығамыз. Осындай лопатаның көмегімен бір тегіс қылып бетіне жағып шығамыз. Пищевой пакеттің көмегімен рулет қылып ораймыз. Осылай орап аламыз. Ең шеткі бөлігін астына қалдырамыз. Жақсылап пленкамызбен орап, осы рулетімізді 3-4 сағатқа немесе 1 түнге қалдыратын боламыз. Ішіндегі салмасы сіңіп жақсылап қатуы қажет. Міне 3-4 сағат тұрды. Рулетіміз дайын. Енді кесіп дастарханға қоя берсек болады. Қандай әдемі рулет шықты. Кез келген қонақты дастарханға салуға болады қонақтарға. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Егер сіздерге осы азап теміз ұнап жатса, комментария қалдырып, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, қандай әдемі. Кез келген қонақты күтуге болады. Түсі де қандай әдемі, дәмі де өте керемет. Үй жағдайында міндетті түрде дайындап көріңіздер.